Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ауыл шаруашылығы үшін қауіпті немесе қолайсыз гидрометеорологиялық құбылыстар. Екі сұрақ қарастырылады. Біріншісі жылы кезеңдегі қауіпті құбылыстар, екіншісі салқын кезеңдегі қауіпті құбылыстар. Гидрометеорологиялық құбылыстар, егер олардың мәні, қарқындылығы, ұзақтығы елеулі аумақтарды қамтуы немесе пайда болу уақыты бойынша экономиканың жекелеген салаларына елеулі залал келтіруі мүмкін болса, қауіпті болып табылады. Соңғы жылдары Қазақстанда жалпы көптеген елдердегідей қауіпті табиғи құбылыстардан экономикаға материалдық залалдан өсуінің тұрақты үрдісі байқалды. Соңғы 10 жылда қауіпті құбылыстардың саны 2,5 еседен астам өсті. Ауыл шаруашылығы үшін қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстарға құрғақшылық, құрғақ жер, шаңды дауыл, үсік, бұршақ ұру, қысқы кезең құбылыстарының кешені, қатты аяз, көктайғақ, күздік дақылдардың сулануы және жылынуы және тағы да басқалары жатады. Мұндай құбылыстар әсіресе қауіпті болып саналады. Олар қарқындылығы, пайда болу уақыты, ұзақтығы немесе таралу аймағы бойынша халық шаруашылығына айтарлықтай зиян келтіруі немесе әкелуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін жалпы ұлғаюы кезеңінде оның әлемнің көптеген елдерінде, соның ішінде Қазақстанда да жылдар бойы ауытқуы елеулі болып қалады. Уақыт өте келе азаяды немесе азаймайды. Бұл қолайсыз ауа райының мәдени өсімдіктердің өнімділігіне әсерлі және де жоғары екенін білдіреді. Бұл әсіресе метаболизм мен энергияның жоғары деңгейіне ие жаңа жоғары өнімді сорттар мен будандарға қатысты. Сондықтан мәдени өсімдіктердің қарқынды сорттары мен будандары қоршаған орта жағдайларына жоғары сезімталдыққа ие. Соңғы қорытынды өте маңызды. Ол ауа райының қауіпті құбылыстарына және реттелмейтін климат жағдайында оларды қорғау шараларына байыпты қарауға мәжбүр етеді. Алдыңғы тарауда айтылғандай, ауыл шаруашылығы климатын бағалау міндеттерінің бірі осы ауданда болуы мүмкін барлық қолайсыз гидрометеорологиялық құбылыстарды есепке алу. Енді бірінші сұрақ бойынша жылы кезеңдегі қауіпті құбылыстар ол келесі: құрғақшылық, құрғақ жел, нөсер жаңбыр, бұршақ жауу, тағы да басқалары. Құрғақшылық құбылыстар Қазақстанда ауыл шаруашылығы алқаптарын тиімді пайдалану үшін әрқашан проблема туғызады. Өйткені дәнді дақылдардың егіс алқаптарының шамамен 70% ылғалдың жеткіліксіз және тұрақсыз аудандарында орналасқан. Ғалымдардың айтуынша, экономикаға ауқымды зиян келтіретін құбылыстардың ішінде құрғақшылық пен құрғақ жел қайталанады. 50% мысалы деген. Құрғақшылық дегеніміз ол агрометеорологиялық құбылыс. Онда өсімдіктердің ылғалға қажеттілігі мен оның топырақтан шығуы арасында күрт сәйкессіздік бар. Бұл ұзақ уақыт бойы жауын шашынның болмаған кезде және транспирациясының жоғарылауында байқалады. Бұл өсімдіктердің қалыпты сумен қамтамасыз етілуі бұзады. Құрғақ жел ол жоғары температурада және төмен ылғалдылықтағы желді айтамыз. Құрғақ желдегі температураны әрқашан 25 градустан жоғары және жиі 35-40 градус температураға дейін көтеріледі. Ал салыстырмалы ылғалдылық 30%-дан төмен, ауа ылғалдылығының жетіспеушілігі өте жоғары, мысалы 20-22 гектопаскаль. Желдің жылдамдығы кемінде 5 метр секундына, желдің басым бағыты шығыс немесе оңтүстік-шығыс, кейде оңтүстіктен. Бұл факторлар құрғақшылық сияқты қатты булануды тудырады. Бұл өсімдіктердің су балансының бұзылуына әкеледі. Құрғақшылықтың түрлері ол деген атмосфералық, ол топырақтың бетімен жүретін булану процесі және өсімдіктің транспирациясы мен өсуімен байланысты. Және екінші түрі ол топырақты құрғақшылық. Ол топырақ құрамындағы ылғал тапшылығымен байланысты болады. Атмосфералық құрғақшылық әдетте топырақты құрғақшылықтан бұрын болады. Топырақты құрғақшылық екіге бөлінеді. Ол топырақтық далалық және топырақтық шөлдік болады. Топырақтың өңделетін қабатына 30 см тереңдігі құрғаған жағдайда топырақтың далалық құрғақшылығы пайда болады. Бұл жағдайда өсімдіктердің өсуі аздап нашарланғанмен вегетациясы жалғаса береді, өйткені өсімдіктер төменгі қабаттардан ылғалды пайдаланады. Ал екінші түрі, егер өсімдіктердің барлық тамырлары тараған топырақ қабаты құрғаған жағдайда, онда топырақтық шөлдік құрғақшылық пайда болады.
Бұл жағдайда өсімдіктер өсуін тоқтатып сола бастайды. Топырақтық құрғақшылықтың пайда болуының негізгі себебі агротехникалық шаралардың дұрыс жүргізілмеуі, топырақты дұрыс өңдемеу, орман жолақтарының болмауы немесе жойылуы және тағы да басқалары. Бұна қарай үш түрі болады. Ол көктемдік, жаздық және күздік құрғақшылық. Көктемдік құрғақшылығының сипаттамасы ол ауа температурасы төмен салыстырмалы ылғалдылық және топырақ құрамындағы төмен ылғал қоры, сонымен қоса құрғақ жел. Көктемгі құрғақшылық ол тұқымдардың өнуін және егін көктеуінің пайда болуын баяулатады, сонымен бірге олардың сирек шығуын тудырады, көшеттердің тамырлануын әлсіретеді. Ал жаздық дақылдар үшін бұл құрғақшылықтан тамыр жүйесі жақсы дамыған күздік дақылдарға қарағанда көбірек зардап шегеді. Көктемде ұзаққа созылған құрғақшылық жаздың ылғалдылығы қолайлы болған жағдайда да дақылдардың соңғы өнімін айтарлықтай төмендетеді. Келесі түрі ол жаздық құрғақшылық. Жаздық құрғақшылығына ауаның жоғары температурасы, төмен салыстырмалы ылғалдылық және жоғары буланумен сипатталады. Бұл түрде су қоректенуінің күрт бұзылуы вегетативті массасының өсуін азайтады, жапырақтардың кебуіне әкеледі, өсімдіктердің фотосинтетикалық белсенділігі төмендетеді, астық беріктігін анықтайды. Түйнектер мен тамыр жемістер дақылдарының өсуін тоқтатады. Бақтарда жеміс түйіндері мен жемістердің түсуіне ықпал етеді. Жазғы құрғақшылықтың әсері әдетте көктемгі құрғақшылыққа қарағанда ауыр болып саналады. Өйткені дақылдардың өнімділігі күрт төмендеуінен басқа өсірілген өнімнің сапасы нашарлайды. Және үшінші түрі ол күздік құрғақшылық. Ол төмен температурада, төмен ылғалдылық шарттарының пайда болады. Ол дәнді дақылдарды жинағаннан кейін және отамалы және басқа да дақылдардың вегетациялық кезеңі аяқталғаннан кейін пайда болады. Күзгі құрғақшылықтың теріс әсерінен негізінен ағымдағы жылдың егілген күздік дақылдары сезінеді. Топырақтың жоғарғы қабатының құрғауына байланысты тұқымдар ұзақ уақыт өнбейді және егіс көктеуі кеш пайда болады. Өсімдіктер тамыр жайып үлгермейді. Түптену кезеңінен өтуге уақыты жоқ болады және олар көбінесе қыста нашар қыстап шығады немесе қыста опатқа ұшырайды. Енді жаңағы құрғақшылықтан басқа жылы кезеңдегі қолайсыз құбылыстарының түріне ол жел эрозиясы жатады. Жел эрозиясы дегеніміз ол деген топырақ бөлшектерінің желмен бұзылуы және жылжу процесі. Келесі түрі ол бұршақ. Ол бұршақ деген жылы кезеңде, әсіресе көктемде, жазда мұз түйіршіктерінің ауаның тік бағыттағы өте күшті қозғалысы кезінде қалыптасады. Мысалы, бұршақ жылы мезгілде күшті жылу конвенциясы кезінде пайда болады да, жылдам 15-20 метр секундына жылдамдықпен келген жаңағы мұз түйіршіктері өсімдіктерді зиян келтіреді. Мысалы, жапырақтарды, гүлдейін деп жатырған өсімдіктерді барлығын жыртып, зиян келтіріп, жаңағы орын алады. Келесі түрі ол нөсер жаңбыр. Нөсер жаңбыр ол жаңбырлы будақталған бұлттарынан түседі. Сондықтан олар салыстырмалы түрде шағын аумақтарды қамтиды. Дегенмен, жауын-шашынның тәулігіне 80-100 мм немесе одан да көп жауын-шашын беріп, ауыл шаруашылығының өндірісіне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Келесі ол найзағай. Найзағай атмосферадағы электр ұшқын разряды күн күркіреу кезінде пайда болады. Ол жарықпен, жарқылымен және онымен бірге жүретін күркіреумен көрінеді. Ол көбінесе биік ағаштар найзағайдың жиі нысаны болып табылады. Мысалы, көп жылдық ұзақ өмір сүретін реликт ағаштарда найзағайдың бірнеше тыртықтарынан найзағай соққыларды оңай табуға болады. Келесі қолайсыз құбылыс ол үсік немесе жаңағы жылы кезде түсетін салқын үсіретін күндерді айтамыз. Ол вегетациялық кезеңінде тәуліктің орташа температурасының жылы болған шарттарында ауа температурасының 0 градустан төмен түсуі аталады. Ол Қазақстанның ауыл шаруашылығы аймағының барлық аудандарында жыл сайын қайталанып отыратын құбылыс. Қарқындылығына байланысты үсіктер әлсіз, орташа және күшті болып бөлінеді. Әлсіз деген ол -2 градуста пайда болатын. Орташа үсік деген ол
3-4 градусқа жетеді, ал күшті үсік деген ол -5 градусқа жетеді. Үсік ұзақтығы бойынша олар да 3 топқа бөлінеді. Ұзақ үсік ол 12 сағаттан ұзақ көрінеді. Орташа ұзақтығы үсік ол 5-12 сағат аралығында көрінеді, және қысқа үсік ол 5 сағатқа дейін болады. Үсіктің сыртқы көрінісі топырақтан немесе өсімдіктерде қыраудың пайда болуынан көрінеді. Олардың деген жаңағы пайда болуына байланысты 3 түрге бөлінеді. Ол адвективтік, ол арктикалық текті 0 градустан төмен суық ауаның көлемінен пайда болады. Екіншісі радиациялық үсік, ол ашық тынық түндерде төсеніш бетінің қарқынды түнгі сәулелетуі нәтижесінде пайда болады. Және үшінші түрі ол адвективтік радиациялық, оны басқаша аралас деп айтамыз. Аралас үсіктер ол аймаққа суық ауаның келуімен және ашық түндер жер бетінің суымен пайда болатын құбылыстарды айтамыз. Өсімдіктерді үсіктерден сақтау үшін жер бетіндегі ауаның жылулық режиміне әсер ету керек. Жылудың мысалы топырақ және өсімдіктердің жаңағы сәуле түрінде ұшуына кедергі жасау керек. Ол үшін мысалы түтіндету деген болады. Бір факторлардың әсерімен әсер етеді. Ауа жанған заттан жылу алады. Және суару шық нүктесі көтереді. Суару деген конденсациясының жасырын жылулығы төмен температураға келгенше деген бөлініп үсікті әлсіретеді. Жаңбырлату, арнайы қондырғылар арқылы жасанды жауын беру. Сосын ашық түрде өсімдіктерді жылыту, ол деген өсімдіктердің бетін жабу неше түрлі материалдармен, мысалы деген өсімдіктің қалдықтарымен, сабан, шөптермен, тағы да басқалармен үргілеу қолданылады. Немесе үсікке төзімді сорттар егу. Келесі сұрақ ол суық кезеңдегі қауіпті құбылыстар. Оған жататындар егістің үсіп кетуі, өсімдіктің жылынуы, мұз қабығы, жылымық, көктайғақ, тағы да басқалары. Ең ішінде жаңағы зиян келтіретін ол деген көктайғақ. Жаңағы салқын кезде топырақтың бетіндегі су ериді де, астында су болып, бетінде мұз пайда болады, сонда көктайғақ пайда болады. Және де тұман деген құбылыс, ол атмосферадағы су парларының жер бетінің жоғарғы қабатында конденсациялануымен тұман деп айтамыз. Тұманның 3 түрі болады. Ол радиациялық, адвективтік және булану тұманы. Ал қарқындылығына байланысты тұманның күшті тұман, ол көру қашықтығы 50-200 метр аралығында, орташа тұман көру қашықтығы 200-500 метр аралығында, және нашар тұман көру қашықтығы 500-1000 метр аралығында. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Келесі слайдта бақылау сұрақтары мен тапсырмалары берілген. Соған жауап берулеріңіз сұралады.